Қайырлы күн достар, менің Айгүлектің асханасы атты YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы самса жасап үйренеміз. Ең бірінші самсаның қамырына қажетті заттар 1 кг ұн, 2 ас қасық май, тұз және 800 грамм жылы су қажет. Жылы суымызға тұзды қосып, ерітіп, жақсылап араластырамыз. Ұнның үстіне 2 қасық майымызды қосып, тұзды суды қоса отырып, күлшемізді дайындап аламыз. Дайын қамырымыздың бетін жауып 30-35 минут қойып қоямыз. Одан кейін қамырымызды алып ұн себе отырып, өте чұқай етіп жайып аламыз. Алдын ала ертілген майымызды жағып ораймыз. Дайын қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп, әр бөлікті саусақпен баса отырып кішкентай күлше жасаймыз. Оларды 2 сағатқа тоңазытқышта қалдырамыз. 2 сағаттан кейін домалақтап жайып, салмамызды салып түйеміз. Дайын самсаларды табаға салып, бетіне жұмыртқа жағып, мак сеуіп, 200-220 градуста қыздырылған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Самсамыз дайын, ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы.